Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 60-шы сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жалаң және жайылма сөйлем. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Бейнелеу өнерінің табиғатты бейнелеген түрі пейзаж деп аталады. Пейзаж бейнелеу өнерінің әрбір түрінде кездеседі. Пейзаж маған өте ұнайды. Егер суретте адам бейнеленсе, ол жанр портрет деп аталады. Суретте қозғалмайтын заттарды бейнелеуі мүмкін. Бейнелеу өнерінің бұл түрі натюрморт деп аталады. Бейнелеу өнері кітабынан алынған мәтін екен. Тапсырмаларды бірге орындайық. Бейнелеу өнерінің тағы қандай жанрлық түрлерін білесің? Саған бейнелеу өнерінің қай жанры ұнайды? Сөйлемнің түрлері жайылма сөйлем, жалаң сөйлем. Мысалы, жайылма сөйлем. Пейзаж маған өте ұнайды. Себебі тұрлаусыз мүшелер бар. Маған, өте деген сөздер. Ал жалаң сөйлем пейзаж ұнайды. Бұл жерде тек бастауыш пейзаж және баяндауыш ұнайды сөзі. Тұрлаусыз мүшелер қосылса, сөйлем жайылма болады, ал тек бастауыш пен баяндауыш болса, жалаң сөйлем болады. Жай сөйлем жалаң, жайылма болып екіге бөлінеді. Бастауыш пен баяндауыштан құралған сөйлемді жалаң сөйлем дейді. Жазира биледі. Жалаң сөйлем. Тұрлаусыз мүшелерден басқа тұрлаулы мүшелерден басқа тұрлаусыз мүшелері де бар сөйлемді жайылма сөйлем дейді. Мысалы, Жазира әдемі биледі. Бұл жерде тұрлаусыз мүше әдемі. Жолаушыдағы әрбір сөздің қай суретке тиісті екенін тап. Портрет ол, яғни адамның бейнесі. Пейзаж ол қозғалмайтын заттар. Ал натюрморт жұмбақты оқып жатқа жаз. Түнде күндіз болды, жерге жұлдыз қонды. Жай сөйлем түрлерін ажырат. Түнде күндіз болды. Баяндауышы бар жай сөйлем. Бастауыш күндіз. Баяндауыш болды. Мезгіл көрсеткіші ол түнде. Жерге жұлдыз қонды. Баяндауышы бар жай сөйлем. Бастауышы жұлдыз, баяндауыш қонды, жер көрсеткіші, яғни жерге сөзі. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Түнде күндіз болды жай сөйлем, жайылма сөйлем. Тұрлаусыз мүше түнде, пысықтауыш, бастауыш және баяндауыш. Жерге жұлдыз қонды, жай сөйлем, жайылма сөйлем. Тұрлаусыз мүше жерге, пысықтауыш, бастауыш және баяндауыш. Бұл жерде пысықтауыш жерге, жұлдыз, бастауыш, қонды сөзі, баяндауыш. Сызбаны толықтыр. Жай сөйлем, жалаң және жайылма сөйлем болып бөлінеді. Жалаң сөйлем бастауыш және баяндауыштан тұрады, ал жайылма сөйлем бастауыш, тұрлаусыз мүше және баяндауыштан тұрады. Балалар, осымен тапсырмалар аяқталды. Тапсырмалар түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.